Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Маған осындай видео отчет, фото отчет жіберіп жатыр. 11 юбка, 9 жакет галстугымен. Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Мына қыз нағып отыр, екпектеп деп отырған барсыздар. Мен деген алдында 20 балаға тіккен жұмыстарымды көрсетіп отырмын. Қалай істегенімді. Мынау таңғы 2-де жұмыс жасап отырған кезім, маталарымның бәрін әкеліп пішіп, оларды астарларға пішіп, солай істеп отырған кезім. 11 юбка болсонсы, сосын 9 жакет галстугымен, үлгегімен, как положено. Мынау енді тігіп отырған юбканың етегі. Жылдам енді бір 5 минуттың ішінде көрсетіп шығайын деп істеген жұмыстарымды. Ал маған тіркеліп, каналыма лайк басып, қолдап кетіңіздер. Тағы да жақсы видеоларды салуға тырысамын. Бір қолмен бір аяқпен тіксем, екінші қолмен сотканы ұстап жұмыстарымды көрсетіп отырған жағдайым. Сондықтан маған қолдау жасап кетіңіздер. Ал қыздар, енді бізге резинка керек. Мына резинкадан бізге 52 сантиметр керек болады. 52-ні қазір мен қиып алайын. Мына жерден қиып алам 52 сантиметрді. Өте оңай белдік тігеміз юбкаге. Белін қалай тігу керек екенін айтамын. Так, бізге деген осындай пояс керек. Пояс 10 сантиметрлік пояс. Примерно 76 деп тұр. Артығы қалса, ішіне салып жібереміз. Мынау жаңаға тігілген юбка. Жандарына аберлоктадым бәрін, мынандай етіп. Аберлоктадым бәрін, аберлоктап қойдым. Енді мына бір жеріне юбкаға тігетін боламыз. Өте оңай, жылдам. Ол үшін бізге жаңағы 10 сантиметрлікті осылай аламыз да 2-ге қайтарамыз бетіп. 2-ге қайтарамыз. Соған мына резинканы мына қақ ортасына қойып, бетіп қайтарамыз. Екінші шетін алып келіп, мына жеріне қайырамыз. Ровно, чтобы мынандай болу үшін. Көрдіңіздер ма? Сосын мына жерін осылай тігеміз. Енді мынаны ашамыз, ашқанда мынандай болады. Ровно. Көрдіңіздер ма? Ровно шығады. Енді осы жерінен мына поястың ішкі бетінен аламыз. Былай етіп. Осылай етіп, сосын тігеміз. Айналдырып шығамыз осылай. Өте әдемі белдік шығады. Бүкіл белбеудің бәрін осылай істеп отырмын. Әрі жылдам, әрі әдемі. Бүкіл уақыттың кетпейді, рақат. Тек раскушенного көп мата кететін болмаса, срочно тігу керек болып 20 түнгі 2-де бастадым. Уже бітіріп алдым. Обедке бармастан жұмыс істедім. Қазір бір шығам енді. 11 қызға юбка тігіп отырмын. Ровно қалды, мына қыздар. Мына жерін былай істеп жүріңіздер. Мында юбка болады сонда. Әдемі юбка. Ал мына жерін аберлоктап тастаймыз. Қыздар, петли соғамыз. Біріншіне ойымыз. Мынада тұрады.